Қаныш атамыздың айтқаны дөп келіп, бұл Қарсақбайдың тасы болып табылады. Ғылыми майдан деген сөзді қалай түсіндіңіздер? Соғыс кезінде болса да өзінің ұлты үшін, жер үшін барлығын берді. Ғылым академиясының алдына сакура гүлін тұрғызды. Бірақ өкінішке орай қазір ол сакура гүлін көре алмаймыз. Ғылыми еңбек қорғамай-ақ академик атағы берілген. Мықтыны сол заманда сыйламайтын, басқа ұлт болса, орыс ұлты болмаса, сол кезде мықтыны сыйламайтын еді. Яғни бұл дегеніміз қазақтардың өзінің арасындағы, былайша айтқанда, көре алмаушылық болды ғой. Ұрлайтын аппараттарды киіз үйдің ішіне салатын. Дәл осындай жағдайға түссеңіздер, Қаныш сияқты табандылық, ерлік көрсете алар ма едіңіздер? Көзінен оты жанып тұрған қазақ баласын көрсе, Ленинградқа оқуға жіберіп отырған. Ең бірінші ұлтшылдық. Өйткені өз ұлтың бірінші орында тұру керек. Өз тілің, өз ана тілің, өз әдебиетің барлығы бірінші орында тұру керек. Әркімнің атын сұрап, әр кітапқа қызымызға, ұлымызға деп осылай автограф берді. Армысыздар, Долан Медиа YouTube каналының көрермендері. Бүгін біз тек кітап жайлы емес, ұлт жадындағы ұлы тұлға Сәтбаев Қаныш Имантайұлы туралы сөйлесетін, әңгімелесетін боламыз. Қаныш және ғылыми майдан бұл жай ғана өмірбаян емес, бұл ғылым үшін күрес, шындық үшін күрес, ұлт рухын сақтап қалу жолындағы күрес туралы кітап. Бүгінгі студиямыздың қонақтары Қарасай ауданының білім бөлімі мен үздік ұстаз академиясының бірлескен жобасы, яғни талқы жобасының аудандық жеңімпаздары, жүлделі орын алған оқушыларымыз, яғни өзіміздің мектебіміз Долан ауылында жайлы мектептің 9-шы А сынып оқушысы Бағдаулет Нәби және 8-ші А сыныбы Марс Асия, қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгін осы кітапты талқылайтын боламыз. Енді алғашқы сұрақтардың бірі, осы кітап сіздердің қолдарыңызға, яғни не себеп болды оқуға, және өмірлеріңізге қалай келді осы кітап? Ең бірінші біздің сынып жетекшіміз Айдан апай осы кітапты бізге ұсынып, сынып бойынша іріктеу жасады. Сол кезде осы кітапқа қатты қызығып, яғни қазақ әдебиетіне, осы қазақ үңілуі, тарихты үңілуіне қатты қызығып, осы тұлғаларымызды зерттеуге қатты қызығып осыны оқыдым. Жалпы маған да бұл талқы жобасына қатысуымның себепкерлері ол менің сынып жетекшім. Ең алғашында маған да сынып жетекшім қатыс деп айтты. Және де мен өзімде бос уақытымда қазақ әдебиетіндегі көп шығармаларды оқығаннан кейін қызығып оқыдым. Жалпы Қаныштың бейнесі маған тарих пәнін оқығаннан бері анық, алайда осы кітапты оқығаннан кейін Қанышты бір ерекше көзіндегі ұшқынмен және жүректегі жылумен халық не үшін еске алатыны түсінікті болды. Енді осы кітапты алғаш оқығанда сіздерге ең қатты таңғалдырған бір тұсы қайсысы болды деп ойлайсыздар? Осы біздің Қаныш атамыздың ұлтшылдығы деп ойлаймын. Ұлтшылдығы. Біз осы Қаныш атамыздың жаңа жақтан танып, сол жері өте қызық болды. Және осы жері таңғалдырды мені. Енді әсерлі болған бір және оқиға қайсысы? ең маңыздысы осы тарих болды. Мысалы, Кенесары ханды көп қозғауы, көп жазылғаны, және біздің шығармалар, ұлттық шығармалар, жырлар туралы. Қырымның 40 батыры болса, соны да Мұхтар Әуезов пен өзіміздің Қаныш атамыз соны шығарып, өздері жаздыра мұрын. Қағазға түсірген, қағаз беттеріне түсірген. Жалпы бұл кітапты мен алғаш рет қолыма алғанда мен оның көлемді болғанына қуандым. Яғни Қаныш атамыздың осыншама артынан естеліктері қалғаны мені қуантты. Және де ең алғаш рет қолыма алған кезде менде осындай қазақтың бір ғасырда бір туатын халық перзенті болғаны мен үшін бір ерекше мақтаныш сезімін қалдырды. Себебі кітаптың әу бастан бірінші беттерінен бастап бізде шетелдіктердің оның геолог, яғни көздерін көрген достарының Қаныш туралы, Қаныш атамыз туралы сый-сипаты өте көп болды. Естеліктерінен басталады. Енді екеуіңізде мектеп бағдарламасында 8-ші сыныпта осы Қаныш Сәтбаев туралы өттіңіздер. Енді осы мектеп бағдарламасынан бөлік сіздер естімеген қандай қызықты оқиғаларды кездестірдіңіздер осы кітапта? Ең біріншісі ол Қырымның 40 батырының жазылуы. Қағазға түсуі. Қағазға түсуі. Және осы Семей полигонына қосқан үлесі. Соны тоқтатудың қосқан үлесі. Және осы ең маңыздысы ашаршылық. Және өзінің Кемел Ақышев деген інісін құтқарып, ол Кемел Ақышев інісі алтын адам тапқан адам болып шықты.
Мені де таңғалдырған бөлімдер осы Семей полигоны болатын, және де мені таңғалдырғаны қазақтың жері осыншама бай болғаны қатты таңғалдырды. Біздің тіпті Маңғыстаудың жеріне Әзірбайжан, Түркменстан, тіпті Ресейдің өзі таласқан болатын. Мысалы Семей полигонын мен ең алғашында өзімен өзі Сталин оны тоқтатты деп ойладым. Алайда шын мәнінде Қаныш атамыздың құрған 150 маманнан тұратын экспедициясы тоқтатқан болады екен. Және де менде бір бөлім ерекше есімде қалды. Ол бізде Қарсақбайдың тасы Англияда болуы. Жалпы бұл оқиға бізде былай басталады. 1947 жылы бізді Қаныш атамызды Англияға сапарға шақырады. Сол кезде британдық Оңтүстік Африка компаниясының өзінің музейі болады. Минералды, әр өңірден минералды тастарды ерекше қылып көрсетіп таныстырады. Сол кезде бізде жетекші болып мистер Билли деген кісі болады. Одан кейін Қаныш атамыз былайша айтқанда минералды аралап жүрген кезде бір минералға көзі ерекше жарқ етіп түседі. Сол кезде түскен кезде мистер Биллиға қарап, мынау Трансвааль емес, бұл кәдімгі жай минерал емес, Қарсақбайдың, яғни мен ашқан қазақтың әртүрлі ерекшеліктері бар өзіндік қазақтың Қарсақбайдың тасы деп айтады. Алайда ең алғашында мистер Билли оған сенбейді, алайда бір күн өткеннен кейін оны қайтадан былайша айтқанда экспертизаға береді. Содан кейін шын мәнінде нәтижесінде Қаныш атамыздың айтқаны дөп келіп, бұл Қарсақбайдың тасы болып табылады. Енді кітапты оқу барысында өздеріңіз көрдіңіздер ғой, атамыздың Қаныш Имантайұлының далаға экспедиция жасау, яғни барлау жұмыстары басқа мемлекеттерде, басқа академиктердің жазбаған әдіс тәсілдері. Яғни жерлердің атаулары, сол тарихи атаулары арқылы сол аймақтарға барлау жүргізу. Сол арқылы қазба жұмыстарының қаншалықты бар екенін алдын ала болжау. Бұл енді тек қана Англияның ғалымдары емес, жалпы Ленинградтық, Мәскеулік ғалымдарды, академиктерді таңғалдырған әдіс. Расымен де ол өзінің жерінің қаншалықты қазба байлықтарға бай екенін дәлелдей білді. Сіздер енді осы кітаптың барысында соның бәрін көрдіңіздер. Бірақ енді бір ерекше тұсы мен сіздерге қоса кетейін, осы кітап оқу барысында қосымша мәлімет ретінде бұл Қаныш атамыз кеңес өкіметінің қылышынан қан тамып тұрған кезі, яғни дүркіреп тұрған кезі, Сталиннің, ұлт көсемінің тірі кезінде өмір сүрген ғалым. Байқадыңыздар, біріншіден ашаршылық кезең өтеді, оны басынан кешіреді, одан кейін 37 жылғы репрессияны басынан кешіреді, одан кейін бүкіл әлемді дүрліктірген, бүкіл әлемге қауіп төндірген соғыс, екінші дүниежүзілік соғыс кезінде, яғни соның бір бөлігі бізде болған Ұлы Отан соғыс кезінде үлкен еңбек атқарады. Осы тұста біз Қаныш атамызды кәдімгідей тұлға ретінде бірнеше қиын тарихи дәуірлерден өткенін көре аламыз. Енді мен де осы кітапты оқу барысында осы жерлерін меңгердім. Енді сіздер кітаптың мұқабасында жазылып тұр ғой, Қаныш ғылыми майдан. Ғылыми майдан деген сөзді қалай түсіндіңіздер? Өз басым ғылыми майданды осы ашаршылық кезінде, соғыс кезінде болса да, өзінің ұлт үшін, жер үшін барлығын берді. Сол Маңғыстауды алсақ та, өзінің Марганец тапқанын алсақ та, сол кезде Марганец тапқанда ол толық жиналыс болып жасаған жоқ, соны өз жалғыз. Соны іздеп, тауып, және өзінің ауыр халде болса да, өз еліне көмектесуге деген ынтасы және ұлтшылдығы сол жерде анық көрінді. Жалпы ғылыми майдан деген сөз ол Қаныш Сәтпаевтың ең жиі айтатын сөзі. Тіпті бұны Ісмет Кеңесбаевтың өзі айтып кеткен болатын. Жалпы ғылыми майдан деген сөзді мен ғылым үшін күрес деп түсінем. Ғылым жолындағы талай қиындықтарды қару-жарақсыз шешу деп түсінем. Жалпы майдан деген сөз өзі соғыс деген сөзді білдіреді ғой. Яғни осы екеуін байланыстырып, Қаныш атамыз ғылым үшін, яғни өз елі үшін ғылыми майдан жүргізген болатын. Мысалы бізде екінші дүниежүзілік соғыс
қызу үстінде болған кезде бізде Украинадағы Никополь және де көптеген Чиатура деген марганецтің яғни танк жасалатын көптеген ресурстардан айырылған болатын. Осы кезде бізде Сталин шұғыл түрде көптеген Кеңес одағындағы табиғи ресурстарға бай мемлекеттерді шақырып кішігірім жиналыс жасайды. Осы жиналыста бізде Қаныш атамыз қазақ жерінің марганецке де тіпті көптеген мысқа да бай екенін дәлелдеп, өз сөздерін тежеп, дәйектеп айтқан болатын. Сол арқылы соны дәлелдеді, және осы еңбек арқылы ешқандай ғылыми еңбек қорғамай-ақ академик атағы берілген. Солай ғой. Және сол академик атағымен ол академия ашқанда, ол ең ерекшесі сол кезде ресейлік ғалымдар Қазақстанға, Алматыға ұшырап жатқан. Сол кезде эвакуация жасап академияға келгенде ол ең бірінші ботаникалық сатыды ашты. Ботаникалық сатыды. Және де осы әдебиет және тіл факультетін. Ол жерде Мұхтар Әуезов атамыз жұмыс істеді. Және сол Мұхтар Әуезов атамыздың қосқан үлесі және өте мол болды. Бұл ғылыми майданда Қаныш атамыздың ең бірінші дипломатиялық осы болып жатқан енді соғысты пайдаланып, Алматыға келген барша мәскеулік, ленинградтық ғалымдардың еңбегін, солардың күшін пайдалану арқылы Қазақ КСР ғылым академиясын ашты. Ең бірінші жеткен үлкен жетістігінің бірі осы ғылыми майдан деп осы тұсын айтуға болады. Себебі қаншама бүкіл Кеңес үкіметін, Советтер одағын мойындатып отырған ғалымдар Алматыға келуге мәжбүр болды, соғыс болып жатқандықтан. Сондықтан сол сәтті тиімді мемлекеттің пайдасына тиетіндей пайдаланып білді. Соның нәтижесінде бізде Алматы қаласында ғылым академиясы ашылды. Енді білесіздер, ең бірінші президенті де өзі болған. Және де осы ғылым академиясына қосатын бір қызықты оқиға, осы Қаныш атамыз қызу жұмыс жүріп жатқанда япон жұмысшылар болды, қуғыншылары. Сол япон қуғыншыларына ол өзінің ағалық бауырлығын көрсетіп, бауыр ретінде қарап солар көмектесті. Одан кейін олар оған Қаныш атамызға қатты бауыр басып, біраз жыл өткеннен кейін сол ғылым академиясының алдына сакура гүлін тұрғызды. Бірақ өкінішке орай қазір ол сакура гүлін көре алмаймыз. Өйткені ол сакура гүлін бұзып тастады, яғни ғылым академиясын реконструкция жасатты. Сол бір өкінішті оқиға және бір жағынан қызықты. Енді осы кітапты оқып отырған кезде, енді мына кітап қазір бізде 21-ші ғасырда еліміз тәуелсіздік алып отқан кезде сіздерге арнап жас ұрпаққа мотивация беру, өзіміздің академик ғалым ағамыз тануға мүмкіндік беріліп отырған кітап, байқасаңыздар. Енді осы кітапта Қаныш есімін өшіруге тырысқан кезеңдер айтылады. Яғни Медеу Сәрсеке алғаш болып кітап жазбақшы болып сол тапсырылған кезде кітап бірнеше жарық көре алмайды. Себебі Қаныштың есімін өшіруге тырысады. Сол кездерде сіздерде қандай ой болды? Осы мәліметтерді оқып қабылдап отқан кезде. Менің ойымша, мықтыны сол заманда сыйламайтын, басқа ұлт болса, орыс ұлты болмаса, сол кезде мықтыны сыйламайтын еді. Мысалы, оған келетін дәлел, оны орыс ғалым шығарып берді, мысалы. Кітапты ше, Петр Антропов, мысалы, сол ағамыз шығарып берді. Бірақ сол Қаныш атамыздың соншалық мықты болғаны басқа адамдардың көре алмаушылығы сол кездегі. Сол Ресей ғалымдарының, СССР ғалымының көре алмаушылығы. Енді басында басталғанда Қаныштың есімін шығарған бұл бірінші Қарсақбай. Қарсақбайға қанша адамызға дейін, Қаныш Сәтбаевқа дейін қаншама адам келген, зерттеу жұмыстарын жүргізуге ленинградтық, мәскеулік академиктер келіп, зерттеп болды. Бұл жерден ешқандай қазба байлық шықпайды деп жауып кеткен ғой. Енді ол академияны бітіріп Қарсақбайға келеді. Енді қызық қой, оқып отырсаңдар, техника, автокөлікпен келеді, одан ары қарай керуенге мінеді, сөйтіп жетеді. Сол кезде көп адамдар күледі. Қанша күнге дейін шыдайды екенсің, қай күні кетіп қалады екенсің, ана сенің алдында келгендердің бас киімі әлі жатыр деген сияқты. Бірақ өзінің табандылығы, еңбекқорлығы, сол жердің соншама тонналап мыс шығатынын біліп, бүкіл әлемге танымал болды. Және бір қызығы, ол ұлт салт дәстүрін өте құрметтеген. Сол кезде құрметтесе де, мысалы, көбісі күлетін еді ғой, сіз айтып тұрғандай.
сол кезде ол аппараттарды, сол бұрғылайтын аппараттарды киіз үйдің ішіне салатын. Сол ысыту үшін ше, сол таңғалдырып, бір жағына күлетін да, келетін адамдар ше, неге сен киіз үйдің ішіне салып жатсың деген сияқты. Ол көрмеді ғой басында келгенде. Барлығы ана есеппен жаңа Ленинградқа, Мәскеуге жазған кезде күннің суығында киіз үйдің ішінде біз бұрғылау техникаларын жүргізіп жатырмыз деген кезде көбісі олар ғалымдар қабылдады өтірік алдамшы деп. Бірақ келіп тексеріп шынымен де кіріп көрген кезде бұл олар үшін бір сенсация болды. Сол жерде мысалы 5-6 киіз үй ғой, сол 5-6 киіз үйдің ішінде 5-6 аппарат тұр. Мысалы сол жерде аппараттың аздығында, сол аз аппарат болса да соншалықты жұмыс шығарды. Сол соғыс кезінің өзінде ол тапшы болды ғой, ашаршылық кезінде ше, қаржы, нан мысалы ше, соның бәрін жұмысшыларына бөліп берді сол кезде. Сол кезде айтқан ғой Қаныш атамыз ше, сендерді ұстамаймын деп, өз жолдарыңмен жүріңдер деп ше. Енді ана зерттеу барысында мемлекеттен ақша бөлінбей қалған тұста енді соншама жұмысшыны, енді олардың отбасын асырап отқаннан кейін мен сендерді ұстай алмаймын, уақытша жұмыс тоқтап тұр деген сияқты болып жатқан жағдайды бөлісіп отырды. Жалпы Қаныш атамызды халық жадынан өшіруге бізде көбіне ойлайды Мәскеудегі коммунистер себеп болды деп. Алайда бұл масқараның бәрі біздің кәдімгі Алматыда, Қазақстанда болды. Яғни бұл дегеніміз қазақтардың өзінің арасындағы, былайша айтқанда, көре алмаушылық болды ғой. Егерде, яғни олардың үстінде тек қана егерде сенің лауазымың биік болса ғана, сен осындай төрде отыруға немесе бір сөз сөйлеуге мен бірге шығып лайықтысың деген болатын. Ал егерде атың шықпаса, сенің егерде бір Ресейге қосқан үлесің болмаса, сен ешкімсің деген сияқты ойлар болды. Жақсы. Енді салыстырмалы түрде мынандай бір сұрақ туындап тұр. Сол заманда сіздер болсаңыздар енді, дәл осындай жағдайға түссеңіздер, Қаныш сияқты табандылық, ерлік көрсете алар ма едіңіздер? Менің ойымша, шын айтқан келсе, мысалы, жоқ деп айтар едім. Өйткені ол оңай нәрсе емес. Мысалы, қаншама жұмысшы асырайсың мысалы. Ол жұмысшылар саған келісу керек. Сол жерде Қаныш атамыздың мейірімділігі көрінеді, және сол жұмысшыларының оған ілтипаты. Солар соңына дейін сонымен бірге болды. Соңында ол Қаныш атамыз өзі қорғап Ресейге барды ғой. Соның өз жобасын қорғауға және көрсетті қанша мыс қорытқанын, және соңында жұмысшыларына көптеген қаражат бөлініп, соңында бәрі қуанышты болды. Бірақ сол жерде бір өкініштісі Қаныш атамызға ешқандай лауазым берілмеді. Мысалы, қасында жүрген Сейфуллин атамызға берілді атағы, бірақ Қаныш атамыз ешқандай мұңаймады соған. Жалпы шындық ащы болады дейді ғой. Мен де Қаныш атамыз секілді бұндай жоғары нәтижелер көрсете алмайтын едім. Себебі Қаныш атамыз өте қиын кезеңде дүниеге келген. Біріншісі бізде ашаршылық кезеңі болды. Одан кейін сол кездегі 37-38 қаншама қазақ интеллигенциясын құрған орыстардың қолдан жасалған репрессиясы болды. Ал екінші қиын кезең ол әрине бәрінің төбе шашын тік тұрғызған, ол бізде екінші дүниежүзілік соғыс болды. Одан кейін Ұлы Отан соғысы болды, және де одан кейін таман 1957-52 жылдарға қарай бізде Қаныш атамыздың өзінде репрессия болды. Жалпы осы кездерде туылып, егерде мен де ғылыми майданды жүргізе алатын болсам, мен Қаныш атамыз секілді нәтиже көрсете алмас едім. Және де Қаныш атамыздың бір қызығатын жері, осы аталары да өз имам болды ғой. Сол кезде соғыс кезінде де, ашаршылық кезінде бәрін, ағаларына дейін бәрін атты мысалы. Сол жерде мен сол кезде болсам, басқа адам болса да қорғатын еді ғой өз өмірінше, тыныш өмір сүретін еді. Бірақ соңына дейін күресіп, өз дегеніне жетті мысалы. Және де бізде осы кезде төрдегі орынды көбіне Ресейдегі, шетелдегі геологтар орын алған болатын. Және де көптеген қазақтар солардың қатарына кіру үшін өтіріктеп, арасына кіріп, өздерін бір күшті бір жұмыс жасаған секілді көрсеткісі келетін болатын. Бірақ бір кітаптың ішінде көптеген мәліметтер беріледі. Қарап отырсаңыздар, ол жерде Кенесарының баласы бар, Бөкейхановтың баласы бар. Енді бір қызығы, жаңа сіздер айтып отырған Қарсақбайдағы жұмысшылар. Ол бірден егер көзінен оты жанып тұрған қазақ баласын көрсе, Ленинградқа оқуға жіберіп отырған. Ол себебі болашақта сол кәсіпті меңгеріп, сол жердің қазба байлығын игеретін өзіміздің ұлттан болу керек деген принципті өзінің ішінде ұстанғанын көрсетеді.
Енді осы тағы да бір оралатын болсақ кітапқа, ең эмоционалды немесе жүрекке тиген ішінде бөлімдерін өздеріңізге. Мен айта кетсем, мен осы Мұхтар Әуезовтің тағдырын туралы айтқым келеді. Мысалы, Мұхтар Әуезовті көбісі сыйламаған сол кезде. Мысалы, бір сөйлемде айтты, осы Мұхтар Әуезовке жолама деп, өйткені сен жолын қиып тастайды деп ше. Сол кезде Мұхтар Әуезовке көбісі қолдау білдірмеген. Сол кезде ше. Бірақ академияның арқасында, өзінің табандылығы арқасында, сол көп деген қазақ әдебиетін шығарып, өзі де өлең жазып, сол қаныш атамызбен бірге жақсы дос болған. Маған жаныма қатты ауыр батқан бөлім ол ашаршылық кезеңі мен Семей полигон болып табылады. Жалпы ашаршылық кезеңінде бізде Қаныш атамыз ең бірінші болып өзінің туып өскен өңіріне барады, өзінің әпкесінің, ағасының хал жағдайын сұрау үшін. Сол кезде барған кезде бір баланы жібереді, барып хал жағдайын біліп кел деп. Сол кезде өзінің баруына дәті жетпеді оның. Себебі ана жерде не болып жатқанын ол өзі тіпті елестете алмады. Иә, жүрегі шыдаған жоқ болатын. Одан кейін барып келгеннен кейін қараса, оның әпкесі Ғазиза және де 5 баласы аштан қырылып өліпті. Осыдан кейін Қаныш атамыз жай ғана көзін жұмып, басқа балдарды жинап, өзінің 45 метр шаршы үйіне апарған болатын. Ол үйі өзінің үйі кішкентай, кішігірім болса да, оның ішінде үлкен ризашылыққа толы балдар болған болатын. Және де ал Семей полигонына келетін болсақ, жалпы Семей полигоны осы Сталиннің дәуірімен толықтай бірге ілесіп жүрген болатын. Сталин бастады және де Сталин өлгеннен кейін біткен болатын. Жалпы Семей полигоны туралы 1947 жылы олар вагонда яғни Мұхтар Әуезов, Қаныш атамыздың өзі және де Бөпежан Аяпбергенов отырады. Сол кезде Мұхтар атамыз бірінші болып осы Семей полигоны туралы сөз сөйлейді. Адамдардың жағдайы қандай болып жатыр, оларды құтқаруымыз керек, жай отырмаймыз ғой дейді. Бәрібір енді не дегенмен қандастары, жерлестері бір мемлекетте тұрады ғой. Содан кейін 150 маманнан тұратын экспедиция құрады. Оның басшысы қылып Бақия Атбашаровты тағайындайды. Және де осы кезде бізде Ресей офицерлері болады. Олар келеді де айтады, сендердің мына істеген бүкіл қорытындыларың қате. Бұл жерде радиацияның кесірінен емес, дәрумен жетпегеннен кейін адамдар осындай мутацияға ұшырап, хромосомдары бұзылып жатыр деп айтады. Яғни осындай сәттерде өмір сүрген Қаныш Имантайұлы бүкіл мәліметті біз енді естімеген қызықты архивтерден алынған, дерек көздерден алынған, ауызша айтылған мәліметтерді осы кітап арқылы танып біліп отырмыз. Енді екеуіңіз де толықтай осы кітапты оқып шықтыңыздар. Бүгінгі жастар, яғни өздерің мысалы 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушыларына, болмаса арттарынан еріп келе жатқан іні қарындастарыңа осы Қаныш Имантайұлынан нені үйрену керек олар? Болмаса өздеріңіз нені үйрену керексіздер? Себебі алдада сіздерге мамандық таңдау деген тұр. Осы кітаптан сіздер қандай әсер алдыңыздар? Ең бірінші ұлтшылдық. Ең бірінші ұлтшылдық. Өйткені өз ұлтың бірінші орында тұру керек. Өз тілің, өз ана тілің, өз әдебиетің барлығы бірінші орында тұру керек. Өз ғылымың. Мысалы, Қаныш атамыз да өз ғылымын қазақша тілде аударғысы келген. Барлық ғылымды. Сол үшін қазақ әдебиеті факультетін ашқан, сол жерде Мұхтар Әуезов болған, және ботаникалық садты, жаңадан ашылған жерлерді бәрін қазақша тілге аударғысы келген. Барлық жырларды, барлық және нәрселерді жинаған қазақ тіліне байланысты. Бірақ ол барлық жерден қорлық көрсе де, қолдау көрмесе де, соңына дейін өзінің ұлтшылдығын дәлелдеп көрсеткісі келді. Жалпы қазіргі жастарға, соның ішінде өзіме де мен мынаны мотивация көрем. Жалпы Қаныш атамыз секілді алып тұлға болып, осындай алып заттарды істеп, халық перзенті аталуға бізге не кедергі бар? Тіпті қазірдің кезінде бізде барлық жағдай жасалған, қолда телефон, басымызда баспана дегендей, ал Қаныш атамыздың өзі қиын кездерде жүріп, қазіргі кезде де, яғни тарихқа енген адамдардың бірі болып саналады. Яғни қазіргі жастарға айтарым, мүмкін болашақта сендер туралы да осындай кітап шығаратын шығар, егер де сендер осындай ұлы істерді істеп жатсаңдар. Және де сендер тарихты өздерің қоса оқып отырып, тарихты өздерің неге жазбасқа деймін. Ал қазіргі өзімнің отбасымдағы іні сіңілдеріме менде мынандай бірдеңе бар. Жалпы осы кітапты оқып жүрген кезде мен көп дайындалған кезде сұрақтармен дайындалдым. Өзімнің сестренкама, яғни сіңіліме келіп, маған сұрақ қой деп айтқан болатын. Жалпы менің сіңілім осы қазақ әдебиетіне ол да қызығады негізі. Былайша айтқанда отбасымызда бар ондай қазақ әдебиетіне қызығатындай. Одан кейін біз жарысамыз.
осы кітаптан мен де осыған бердім, жақында ол да оқып жатыр. Ол негізі бірақ қазір 3-ші сынып оқушысы, ондай дәрежеде емес, бәрін түсініп не істейтіндей. Алайда өскенде мұра етіп қалдырам. Жақсы, керемет. Енді бізде мектептің қабырғасында аудан көлемінде, облыс көлемінде ғылыми жұмыстар жазып, ғылыми әртүрлі сайыстарға, ғылыми жобаларға қатысасыздар. Енді осы кітап арқылы, осы кітапты оқып болғаннан кейін енді сіздер болашақта бір мотивация пайда болды ма? Мен ғылыми жоба туған өлкемнің, болмаса жалпы Қазақстанның қазба байлығы туралы, болмаса бір химиялық элементке байланысты бір ғылыми жоба жазсам деген бір мотивация. Осы мен келесі жыл 10-шы сынып төңірегіне көшемін. Сосын мен ғылыми жобаларға өзімнің ынталасып қатысамын. Өйткені осы кітап арқылы мен география толықтай зерттелмегені көрінді. Мысалы, өзіміздің қазақ елінің өзінде қаншама байлық жатыр. Мысалы, ақш-тан 2-3 есе көп, басқа жерлерден қазба байлығы жақсырақ. Сол үшін география ғылымына көбірек көңіл бөлгім келеді. Және де осы кітап арқылы мен физика салаларына, география салаларына толықтай үңілдім. Мысалы, мен кітап оқу барысында Астанаға ғылыми жобаға барып келгем. Мысалы, ғылыми жобада осы кітап арқылы мен көп нәрсе түсіндім. Мысалы, физика бағытында бардым ғой, астрономия бағытында. Осы кітапта да астрономия бағыты аз-маз көрсетілген. Сол арқылы мен де өзіме мотивация алып, сол жерде өзімді жақсы көрсеттім деп айта аламын. Менде де мотивация әрине болды. Кітапты қолға алғаннан кейін, оқып бастағаннан кейін, менде қаныш атамыз секілді бір ұлы тұлға болғым келді. Және де бізде алдымызда 2 майдан бар, жер майдан мен әдеби майдан. Және де көптеген тарихта аты еленбей кеткен тұлғалар туралы майдандар көп болады деп үміттенемін. Және де алдағы осы барлық майданға қатысып, жүлделі орын алып келу менің мақсаттарымда бар негізі. Енді біздің осы талқы жобасы бойынша бұл оқылып отырған 2-ші кітап. Сіздер енді алдағы уақытта сол тағы да келесі оқу жылына жасалатын жоспар бойынша жоспарланған кітаптарға қатысасыздар. Тағы да жүлделі орын, бас жүлде алуға енді тілектеспіз. Сіздермен біргеміз біз. Енді мен де сіздерге кішкене қоса кетейін. Осы кітапты ең алғаш ашып оқыған кезде мына Медеу Сәрсекенің 1980 жылы Ефим Славскиймен кездесіп, осы Сәтбаев кітабын шыққанын және сол кісіге қолына табыстап тұрған кездегі сәт маған қатты бір андай әсер берді. Себебі Ефим Славский кітапты көріп бір жеті қуанады. Енді екінші рет ол Қаныш Имантайұлымен дос болған. Сол кездегі Медеу Сәрсекеге тұрып айтады: "Уақытың бар ма? Әңгімелесейік. Мен саған Қаныш Имантайұлы туралы деректер айтайын" деген сияқты алып екеуі сұхбаттасады. Сол кезде орнынан тұрып ана кеудесіндегі бір медальді көрсетеді ғой. Мен мына медальді маған алып берген еңбек осы Қаныштікі. Сендер Қазақстан халқы, Советтер одағы Қаныштың қадірін білген жоқсыңдар деп өзінің осыншама көп естеліктерін айтады. Енді бұл Сәтбаев кітабы осындай ғана бетпен шығу керек емес. Оның айтылмай қалған қаншама құнды деректері бар. Соның бәрін қосуымыз керек деген сияқты өзінің ойын айтады. Сол кезде бір керемет сөзі есімде қалады. Бұл ғасырда Қаныштың қадірін ешкім білмеді, атын ешкім дәріптемеді. Алда келетін 21-ші ғасыр Қаныштың ғасыры болады. Көрде тұр, айтқаным айдай келмесе деп өзінің достық, екеуі арасында серттескен достық беріктіктерін осылай жеткізеді. Мысалы, маған осы бір жері кітапты аша салған кезде алғашқы 10 бетке дейін ғой, кітап оқып ішіне кіретін кезің осы 10 бет. Алғашқы 10 бетінде осындай әсер аласың да. Одан кейін ары қарай не болды екен мына? Қандай қызықты оқиғалар бар деген сияқты ізденіп кіресің кітаптың ішіне. Егер де мен де осындай бір үлкен тұлға бола алмасам, осындай үлкен тұлғалар туралы жазатын бір дәрежеге жетсем екен деп ойлаймын. Керемет, жақсы нәрсе. Енді Қаныштан кішкене алдын өмір сүрген, енді замандастары деуге де болады. Әлихан Бөкейхановтың да айтқан сөзі бар ғой: ұлтқа қызмет ету ол білімнен емес, мінезден деп. Әрине, мінез тұлға өзінің жолын туған еліне, сол Қарсақбайға бүкіл өмірін арнады десе болады. Сол жердегі
қаншама қазақ балаларын, түйені бағып жүрген балаларға да сырттан күлген ғой, сен оларды қалай маман етпекшісің, олар қалай ертең геолог болады деген кезде қаншама еңбегін жасайды. Жаңа сіздер айтып отырған тірі қалған екі жиеннің біреуінің өзі атақты Кемал Акишев, мысалы алтын адам, Қазақстан территориясында алғашқы алтын адамды тауып бүкіл әлемге танымал болған кісі. Яғни ол сол кездегі Кемал Акишевтің өзінің осы ағасының ғылым жолына қызығу арқылы бір берілген осындай мотивация болу керек деп ойлаймын енді өзім. Сол осы қаныш атамыздың бір ерекшелігі, ол ешқандай баланы бөліп жармайтын, руға, жүзге ол барлық баланы оқуға жіберуге тырысатын. Мысалы, бір оқиға кеңсесіне келеді ғой, Қаныш Сәтбаевтың, айтады өз мұң сырынша. Сол кезде оған диссертация қорғатпады да, сол балаға диссертация қорғатпай оны қуып жіберді. Сол кезде соны басшысына қоңырау шалып, оған мән-жай түсіндіріп, осы балаға диссертация қорғатсын, докторантура берсін деп бұйрық берді оған. Сөйтіп, сол балаға докторантура берді соңында. Және оның Қаныш Сәтбаевтың тағы бір ерекшелігі, ол балалардың бәріне бірдей көңіл беруге тырысатын. Мысалы, мықты ғалым қалай шығып жатыр деп ойласаңыз, сол бір себебі ол тәжірибе. Ол бәрін тәжірибе жүзінде көрсететін. Сол үшін оқу аяқтағанда оның барлық оқушылары оқудан шыққаннан кейін барлығы сол Қаныш Сәтбаевқа тура баратын. Қаныш Сәтбаевқа қайтып келетін бәрі. Немесе бір айнық көрсеткіші ол академия. Академияға да сол жас ғалымдар тартып, сол кезде өзіне де және ғалымдарға тәжірибе беріп көмектесті. Қаныш Имантайұлына да Ленинградқа, Мәскеуге, академияға жұмысқа тұруға басынан оқу бітіргеннен бастап ұсыныстар болған жоқ. Мен еліме барам, мен Қарсақбайдан осыншама мыс табам, үлкен еңбек жасаймын деп өзінің бағыты басынан сондай болған. Жылы креслода, жылы кабинетте отыруға оған мүмкіндіктер берілген, бірнеше рет берілген. Кітапты оқып отырсақ, сондай мәліметтер келтіріледі. Енді бұл жерде мынандай бір қызық бір жағдай айтылады. Ол алда бізде Жер майдан деген кітапта да айтылады. Біздің Маңғыстау жеріне бірнеше мемлекеттер таласты деп келтіреді. Енді ол анық айтылған нәрсе. Ол жай ғана территория дау емес, бұл болашақ үшін күрес болатын. Маңғыстауға талас, осы бөлімді оқыған кезде қандай сезімде болдыңыздар? Ол оқиға 1961 жылға өтті. Сол кезде ол бір Қаныш Сәтбаевтың алып кеткені, сол жерде оның жақсы адамдармен қарым-қатынасы. Сол уақытта Петр Антропов геология министрі болды Ресейдің. Сол жағы да оған үлкен әсер берді. Және Нұртас Оңдасынов сол кезде Русевтің, яғни сол Маңғыстаудағы жердің басшысы болды. Сол жерде көмектесіп, өз басын алды сол кезде. Өйткені барлық Түркменстан да өз жеріне алғысы келді. Бірақ сол кездегі табандылығы және ұлтшылығы оны көрсетті. Яғни сол кезде 300-дей бригада, 300-дей жұмысшы болды ғой. Сол кезде ол бәрін тартты. Түркменстандағы қазақтарды да тартты сол жерде. Бірақ Ресей қысқысы келді сол кезде. Осы Түркменстанда тағы бір адам шақырсаңдар, осы жауапсыз емес және жерді бөліп аламыз деп. Сол жерде өзінің табандылығы және өзінің зерттеулері арқылы Маңғыстау толықтай зерттеп, мұнайды да өзіне Қазақстан қарамағына алды. Жалпы сол 1961 жылы Жетібайдан мұнай табылды деген хабар шыққаннан кейін барлық кеңес үкіметінің құрамына кірген мемлекеттер қызыға бастайды сол жерге. Және де осы кезде бізде сәті түсіп академияның президенті, яғни Шахмардан Есенов болады. Осы кезде Шахмардан Есенов және де Қаныш Сәтбаев екеуі бірге Хрущевпен сөз таласады. Сөз таласқан кезде айтады, сендер қалай оны Әзірбайжан мен Түркменстан тіпті өздеріңе иеленіп алайын деп жатсыңдар дейді. Одан кейін Шахмардан Есенов тұрып мынандай мысал келтіреді. Бакудың өзінде көптеген осындай кен орындары бар. Оларда табылмай, аша алмай жатқан кен орындары бар. Алайда бірақ олар басқа біреудің қазбасына қызығып, осыны тартып алмақшы деп айтады. Яғни бұл жерден қандай үй түйдік дегенде, басқа сол кездегі кезеңде көптеген мемлекеттер Ресейдің алдында көз бояушылық танытты. Яғни менмен деп біз оны жақсы меңгереміз, қазақтар оны меңгере алмайды деп Ресейге, яғни Хрущевқа ой салған болатын. Хрущевтің кезінде ол біреуге бір мемлекеттің территориясын біреуге бере салу себепсіз ол жай іс болған. Бірақ алайда оның соңы үлкен бір мемлекеттік катастрофаға әкелетін болды. Бұл жерде жаңағы
кеңес үкіметінде үлкен өзгеріс болып жатады. Ұлт көсемі Сталин қайтыс болып, орнына билікке Хрущев келіп, Хрущев одақтың 15 республиканың территориясын бөлуге қатты кіріседі. Сол кездегі болған үлкен оқиға. Сол жерде айта кететін жайт, осы қанша адамымызды тек қана геолог деп танысақ, бірақ ол үлкен стратег, өйткені Қарсақбайдың өзінде жүріп, осы толықтай Қазақстан зерттеген. Мысалы, сол жердің өзінде Ефим Славскийге темір жол тресін жасатты. Сол жерден бастап Маңғыстауды толықтай зерттеуге кіріскен. Ефим Славский, Орджоникидзенің ойын көзқарасын осы Маңғыстау өңіріне темір жол салу арқылы дамытуға болатын, және сонша миллиондаған тонна қазба байлық шығатынына көзін жеткізген. Жаңағы мен айтып өткен дерек, содан мінекей менің кеудемдегі орден медальдің біреусі осы Маңғыстауға байланысты деп Ефим Славский сол жерде дерек келтіреді. Сол Орджоникидзеге айтатын жайт, сол өз аузынан естілген әңгіме болса, өзі айтқан. Сол кезде Қаныш Сәтбаев қиын сәтте болды да, өйткені ол Қазақстан зерттеу керек болды. Сол Жетісу облыстарынша. Сол кезде Қаныш Сәтбаев оның кеңсесіне келіп, өзі Орджоникидзе үлкен бір жердің одақтың экономика министрі. Сол кезде оған өзі толық ештеңе айтпады. Менің осы жағдайымды жасап берші депші. Тез келді да, осы Қазақстанның жеріне өзінің ақша бөлдіріп берші деп. Ешқандай өкінбейсің деп. Сол кезде көптеген жерде мыс шығып, сол Мәскеудегі айтқан геологтармен сөзі 100% толық. Мәскеудегі геологтармен не істеді ғой? Енді бұл Маңғыстауға талас өткен тарих қана емес, бұл бізге жердің, ғылымның және ұлттық бірліктің қаншалық маңызды екенін еске салатын бөлім. Бұл енді болашақта әрбір қазақ елінің жастары оқыса деген ниеттеміз. Қаныш Сәтбаевтың күресі бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның іргетасындағы үнсіз ерлік. Себебі осыншама территория бірлікте, тұтастықта қалуға бірде-бір үлес қосқан кісі осы Қаныш Имантайұлы. Енді осы талқы жобасына кішкене тоқтала кетсек, талқы жобасына 18 мектеп қатысты. Сол оқушылармен сіздер топтарға бөліндіңіздер. Сол кезде келген сұрақтар қиындық тудырды ма? Қаншалықты қызықты болды, болмаса қаншалықты қиын болды? Бірінші, екінші кезең ол сұрақтар болды, ал үшінші кезең ол философия тұрғысында болды. Маған уақыт кіндігі туралы сұрақ болды. Мен қате жауап бердім, бірақ та одан кейін сұраққа үңілгеннен кейін ол уақыт кіндігі дегеніміз ол бір жердегі ғалымдар жиналысы. Олар бір жер зерттеуді, бір-бірімен жарысқан туралы болды. Жалпы талқы жобасында менің тобымда 6 қыз болып отырдық. Және де біздің басымызды қосқан осы Қаныш атамыздың тұлғасына деген ғашық болу, оған сүйіспеншілік деп есептеймін. Біз әрқайсымыз әлі күнге дейін байланыстамыз, яғни бұл дегеніміз маған жақсы орта табуға да үлесін қосқан жоба болатын. Жалпы жобадағы осы сайыстағы сұрақтар қиын болған жоқ, маған өзіме қиын болған жоқ, бірақ соңғы кезеңде ауызша, яғни бір топтан 2 бала шығып, философиялық сұрақтарға жауап берген кезде кішкене қиындық тудырды. Және де ойға салып кеткен болатын. Енді өздеріңіздің сыныптастарыңызға, болмаса мектептің әрбір оқушысына осы талқы жобасына қатысуға өз ойларыңызды айтасыздар ма, жақсы жағынан? Жақсы жағынан сен жаңа орта көресің, және де жаңа балалармен танысасың. Ол балалардың көбісі кітап оқыған және зеректі оқушылар болады. Әрине кеңес берем, себебі тек қана тарихтағы былайша айтқанда басқа тұлғалардан бөлек осы Қаныш атамыздың тұлғасына ғашық болып, оны зерттеп, болашақта үлкен бір маман ісі болуға ешкім кедергі етпейді. Әрине, жақсы. Ұлы адамдар жайлы кітап оқу өткенді тану емес, болашақты тәрбиелеу. Келісесіздер ғой? Себебі бір мына кітаппен бір адамның ойын өзгертуге болады. Себебі кітаптың артында 1-ден 7-ге дейінгі бала тәрбиесі туралы айтылған. Бұл енді баға жетпес бір құнды еңбектердің біреуі. Енді осы кітапты оқу барысында Қаныш Имантайұлынан өздеріңізге алған осы мінезін, осы жасаған ерлігін, өздеріңізге жақсы жағынан алған, түйген, болашақта пайдаланам деген тұстарын туралы айтсаңыздар.
Жалпы мен пайдаланам, дәл қазір мен қолымнан келетін үлгі, яғни тұсы, ол бізде Қаныш атамыздың көркем мінезі. Жалпы мынандай бір сөз бар, сондай көркем мінезді бол, сенің дұшпаның дәл сенің дұшпаның болғаныңа ұялсын деген сөз. Осыған Қаныш атамыздан бір дәйек айтқым келіп тұр. Бізде Сайд Сейфуллин деген кісі бар. Ол өзі Қаныш атамыздың көмегімен академиялық диссертациясын қорғап аяққа тұрған болатын. Алайда кейіннен ботаникалық сатқа қатысты үстінен арыз жазады. Одан кейін Қаныш атамыз одан басқалар секілді кек алған жоқ, жағасынан ұстаған жоқ, жай ғана өз жөнмен кете берсін деп ары қарай көмектескен болатын. Және де нәтижесінде Сайд Сейфуллин өзі одан кешірім сұрап, ұялғанынан өзі тежеп естелік айтқан болатын. Яғни көркем мінезі сізге ұнады. Менің үлгі тұтатын жерім ол Қаныш атамыздың адамдар сыйластығы. Мысалы, Бекмаханов туралы бәріміз білеміз, тарихшы, ұлы тарихшы. Сол кезде оған диссертациясын қорғауға көмектесіп, сол жерде оны қорғап шықты. Көмектесіп, яғни Бауыржан Момышұлы мен Қаныш атамыз сол жерде отырды. Сол жерде оның мысынан орыс ғалымдары қорыққандай болып, сол кезде диссертациясын толықтай жақсылып қорғалыпты. Бірінші қазақ тарихшысы болса диссертация қорғатқан. Бекмахановқа қолдау көрсетеді. Және ана кітапта да бір әдемі бейнелеген, Бекмаханов диссертациясын қорғап бастайын деп жатқан кезде, аудиторияға, залға Қаныш Имантайұлы кіріп келген кезде дайындалып отырған, қарсы сұрақ қоюға дайындалып отырған ғалымдардың барлығының мысы басылады. Себебі аудиторияға Сәтбаев келді. Осындай бір керемет түсті жақсы жеткізген. Енді осы кітаптың авторымен кездесу болды сіздерде. Қандай сезімде болдыңыздар? Жалпы кездесу өте қарқынды, қызу түсте болды. Яғни сайыс біткеннен кейін бәрі жан таласып, автордан автограф сұрап, және де өзінің былайша айтқанда нәтижесімен бөлісе жатқан болатын. Және де осы кезде құр қарап отырмай, мен өзімнің кітабыма Санжар Керімбайдың автографын серген болатын. Автограф тіпті әркімнің атын сұрап, әр кітапқа қызымызға, ұлымызға деп осылай автограф берді. Соған разы болдым. Асияға деп Санжар ағамыз өзінің автографын сыйлаған екен. Енді болашақта талқы жобасын мектебімізде дамытайық, өздерінің арттарына ілесіп келе жатқан оқушыларға дәріптейік, және ауданнан, облыстан, және осы жоба республикаға шығып жатса, республикадан жоғарғы орындардан көрінейік. Тек қана талқы жобасы емес, өзімізге кітаптан өмірімізге, енді сендер жаңадан мамандық таңдайсыңдар, үлкен өмір алдарында күтіп келе жатыр. Соған дайын болуға осындай мағыналы, мәнді, өзіміздің ұлтымыздан, мемлекетімізден шыққан өмірі үлгі болатын тұлғаларды көбірек оқыңыздар деймін. Қаныш және ғылыми майдан кітабы бір адамның тағдыры арқылы тұтас дәуір сөйлеген кітап. Бүгін біз жай ғана кітап талдаған жоқпыз, біз Қаныш Сәтбаевтың тұлғасы арқылы ғылымның, табандылықтың және ұлттық рухтың құнын түсінуге тырыстық. Құрметті тыңдарман, егер сіз әлі Қаныш және ғылыми майдан кітабын оқымаған болсаңыз, міндетті түрде оқуға кеңес береміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.